Сәлеметсіздер ме? Менің атым Зульфат, эфирде қазақ тілін үйрететін қазақша сөйлесейік бағдарламасы. Бүгінгі сабағымызда біз қазақ тілінде қалай сәлемдесіп танысуға болатынын үйренеміз. Сонымен қатар қазақ тілінің төл дыбыстарымен де таныс боламыз. Ендеше бастайық. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Ассалаумағалейкум. Ер азаматтардың қол алысып сәлемдесу түрі. Сау болыңыз. Сау бол. Келесі кездескенше. Тәулік мезгіліне байланысты сәлемдесу түрлері. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Қалайсыз? Жақсы. Шүкір. Бір қалыпты. Жаман емес. Атың кім? Менің атым. Танысқаныма қуаныштымын. Жаңа сөздермен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Сау болыңыз. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Менің атым. Танысқаныма қуаныштымын. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Оның ішінде 9 төл дыбыс бар. Олар ә, ғ, қ, ң, ө, о, ү, х, і. Әтеш. Ғ, ғарышкер. Қ, қасқыр. Ң, жаңғақ. О, олу. Ү, үй. Х, жиһаз. Ілгіш. Төл әріптермен таныс болсақ, тапсырма орындайық. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалайсың? Менің атым. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қазақ тілінде сыпайы сөйлеу маңызды. Мысалы, үлкен кісілерге сіз деп сөйлеу құрметтің белгісі. Ал достарың мен балаларға сен деп айтуға болады. Диалогта сіз және сен сөздерінің үлкен мен кішіге қалай қолданылғанына назар аударыңыз. Сәлеметсіз бе, Танзар Мейрамбекқызы? Қайырлы таң, аңыз қалай? Жақсы. Өзің қалайсың? Аман емес. Келесі шағын диалогта танысу тіркестеріне назар аударыңыз. Сәлем, менің атым Анель. Сенің атың кім? Сәлем, Анель, менің атым Арай. Қалың қалай? Жақсымын, рахмет, өзіңше? Мен де жақсымын. Сен қай жерденсің? Мен Ақтөбедемін, ал сен ше? Мен Қарғалы ауданынанмын. Танысқаныма қуаныштымын, Анель. Мен де қуаныштымын.
Бүгінгі өткен жаңа сөздерді қайталап шығайық. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Ассалаумағалейкум. Ер азаматтардың қол алысып сәлемдесу түрі. Сау болыңыз. Сау бол. Келесі кездескенше. Тәулік мезгіліне байланысты сәлемдесу түрлері. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Қалайсыз? Жақсы. Шүкір. Бір қалыпты. Жаман емес. Атың кім? Менің атым. Танысқаныма қуаныштымын. Әтеш. Ғарышкер. Қасқыр. Жаңғақ. Олу. Үй. Жиһаз. Ілгіш. Бүгінгі сабағымызда сәлемдесу, танысу, қоштасу сөздерін үйрендік. Сонымен қатар қазақ тілінің төл дыбыстарымен таныс болдық. Жаңа сөздерді қайталап жаттығыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.